Аю қалай жазаланды? Тофалар ертегісі. Бұрын тайганың қожайыны Аю ешкімге де күн көрсетпейтін. Барлығын қорқытып, үркітіп, уысында ұстайды. Бүкіл орманға ақырып айғайлайды. Ұсақ хайуанаттар дірілдеп, қалшылдап ініне тығылса, ірі аңдар беті ауған жаққа қарай қаша жөнелетін. Аю ін мен ұяларды талқандап, бұзып, аң құстарды таптап, ешкімді де аямай жолындағының бәрін жайпап жүретін. Аң біткеннің бәрі Аюды сабырға шақырады. Бірақ ол ешкімнің де сөзін құлаққа ілгісі келмейді. Тайганың иесі кім? Қаласам бәрін таптап жаншимын деп ақырады ол. Күз келді, далада қақаған қыз. Аңдар қожайынның іс-әрекетінен шаршап, шыдамдары таусылады. Сөйтіп олар жиналыс ашуға бекінеді. Байтақ тайганың түпкір-түпкірінен барлық өзен-көлдерден, тау-тас пен жазық даладан аң біткен жиналады. Аюды талқыға саламыз. Бізді қорлап жәбірлегені жетеді. Ол үшін заң жоқ қой, дейді олар барлығы. Бұланды қазы етіп тағайындайды. Хайуанаттардың үлкенінен кішісіне дейін, аң құстардың ірісінен ұсағына дейін одан көрген жәбірлерін кезек-кезек айтып шағынады. Барлығы да Аюдың күнәсінің қандай зор екеніне көздері жетеді. Бұлан ойланып отырады да Аюды жарты жылға қамауға алуға үкім кеседі. Үкімді шығаруын шығарады ғой. Бірақ оны қай жерде қамап ұстайды? Оны кім күзетеді? Кім асырайды? Деген сұрақтар туады. Онда Аю жарты өмірін ұйқымен өткізсін. Бұдан бұлай ол әр жыл сайын жарты жыл ұйықтайтын болады. Қыс бойы өзінің апанында жатсын, қазан айынан бастап көкек айының аяғына дейін ұйықтасын. Оны асыраудың қажеті жоқ. Табанын сорсын. Жарты жыл ормандағылар тыныш өмір сүрсін, дейді бұлан. Сол кезден бастап Аю қыста апанында жатады екен. Қыс бойы ұйықтап, май табанын сорады екен. Содан бері ол жазда да жуасып, момақан болып қалған көрінеді. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Арнадан басқа да қызықты қазақша ертегі әңгімелерді тыңдай аласыздар.